Достар, қайырлы кеш. Эфирді 5 минут алдынан қостық. Егер қосылып жатсаңыздар, өтініш чатқа плюс батырмасын таңбасын қойсаңыздар, және эфирдің бағасын, сапасын 1-ден 10-ға дейін бағалап жіберсеңіздер. Яғни дауысты, видео қалай көрініп тұрсын барлығы. Жақсы, рахмет. Достар, онда қазір біз 4 минут күтейік. Сағат 0:08 болсын. Бұйыртса 0:08-де бастаймыз. Достар, бүгінгі тақырыпты барлықтарыңызға хабарладық. Бүгін біз Google-дың жарнамалық мүмкіндіктерін қарастырамыз. Яғни қандай жарнамалық мүмкіндігі бар, потенциалы қандай Google арқылы не істеуге болады, Google-дың қандай ерекшелігі бар, Google-да қандай жарнамалық компаниялар бар. Осылардың барлығына бірінші жалпы шолу жасаймын. Одан кейін кабинетке кіріп, біраз демо жасаймын, келістік қой. Егер сұрақтарыңыз бар болатын болса, чатқа жазып қалдырыңыздар. Сұрақтарыңызға егер де қарап отырамын чатты, егер нақты осы тақырыпқа тікелей қатысы болып қалатын болса, мен айтып жатқан нәрсеге, онда 1-ден сол жерде жауап беріп кетемін. Егер де сәл қиындау немесе ұзағырақ жауап беру керек тақырып болса, онда сәл соңына қарай қалдырып жауап беретін боламын. Жақсы ма? Достар, одан кейін бізде білесіздер, біздің телеграмда чатымыз бар. Телеграмда Телеграм чатқа қосылып алыңыздар. Егер қосылмасаңыздар, барлық ақпараттарды нақты осы білімге қатысты, курстарымызға қатысты ақпараттарды сол жерде беретін боламыз. Мен ол чаттың сілтемесін қазір осында тастаймын. Егер қосылмаған болсаңыздар, онда қосылып алсаңыздар. Так, қазір. Мен сілтемені тастай алмай жатырмын. Міне кетті. Жақсы. Достар, кім өзінің кәсібінде немесе күнделікті практикасында жалпы интернет жарнаманы қолданады? Интернет жарнама дегенде ақылы жарнама. Қазір чатқа плюс қойсаңыздар, мен кімнің нақты қолданатынын білейін. Интернет жарнаманы ақылы түрде, яғни төлеп, кім қолданады? Кез келген жарнаманы түрі. OLX болсын, ВК болсын, Одноклассники болсын. Тағы қандай жарнамалық платформалар бар, ақша төлеуге болатын. Кім қолданады нақты? Так, чатқа жазыңыздар. Чатқа. Мен чатқа қарап отырамын. Ешкім қолданбай ма бүгінгі эфирге? Так, интернетте ақау бар негізі. Кейде шығып кетіп қайттан кіруі мүмкін. Сондықтан оған қарап отырыңыздар. Так, Сәкен мырза, OLX пен Facebook'ке ақылы жарнама жасап қойды. Өте жақсы. Өте жақсы. Так, онда сағат 8 болды. Біз ақырындап бастаймыз. Кейін қосылып жатқан кісілер орта жолдан қосыла жатар. Так, бүгін біз Google-дың жарнамалық мүмкіндіктерін қараймыз. Google-да қандай жарнаманың түрлері бар, олар қалай жұмыс істейді, оның таргетинг жарнамадан қандай артықшылығы бар. Жалпы Google-дағы немесе іздеу жүйелеріндегі жарнаманың түрін контекстік жарнама деп атайды. Контекстік жарнаманың таргет жарнамадан айырмашылығын қысқаша түсіндіріп кетейін. Контекстік жарнамаға адамдар көп жағдайда, егер іздеу жүйелерінде болса, адамдар оған саналы түрде келеді. Саналы дегеніміз, яғни мақсатты түрде келеді. Яғни сіз бір нәрсені іздеп,
соны іздеу жүйелерінен, поисковиктерден, Google, жаңағы Яндекс деген сияқты іздеу жүйелерінен жарнаманы шығару арқылы жүзеге асады. Және басқа да жарнамалық түрлері бар, біз бүгін тоқталамыз. Бірақ негізгі қызметі осы, негізі осылай құрылған болатын контекстік жарнама. Жалпы контекст деген сөздің өзі қазақшаға аударатын болсақ, мәтін деген мағынаны білдіреді. Контекст деген мысалы былай елестетуіңізге болады. Яғни сізде белгілі бір мысалы мәтіндер топтамасы бар, бірнеше сөздер жазылған, мыңдаған сөз болуы мүмкін, бірнеше парақ кітап деп те қарастырсаңыз болады, бірнеше бетті кітап. Соның ішінен сіз керек жаңа кілт сөздеріңізді жазған кезде соған ұқсас парақ беттерін тауып береді. Былайша айтқан кезде кітаптың ішінен сол ұқсастықтар бар беттерді сізге тауып береді. Соны контекст деп атайды. Соның енді мына жердегі электронды нұсқасы бұл. Яғни интернеттің ішіндегі мыңдаған, миллиондаған сайттардың ішінен сізге керек сайтты тауып берудің жолы, былайша айтқан кезде кілт сөздерді енгізу арқылы. Таргетинг жарнама қалай жұмыс істейді? Таргетинг жарнама ол бейсаналы түрде жұмыс істейді. Яғни сіз кешкісін демалып отырған кезде, лентаңызды ақтарып отырған кезде, осыған дейін қараған тауарларыңыз, қызметтеріңіз сіздің алдыңыздан, лентаңыздан сурет немесе видео күйінде шығады. Яғни сіз таргетинг жарнаманы арқылы бір тауар сатып алған болсаңыз, онда сіз оны бейсаналы түрде сатып алдыңыз, оны білуіміз керек. Сондықтан да екеуінің айырмашылығы, контекстік жарнамада біз саналы түрде бір іс-әрекеттерді орындаймыз, ал таргетинг жарнамада біз көбінесе бейсаналы түрде шешім қабылдаймыз, подсознательно шешім қабылдаймыз. Негізгі айырмашылығы осы. Одан кейін ары қарай енді алгоритміне, одан кейін ары қарай техникалық тұрғыдан өздерінің ерекшеліктері бар. Сонымен кеттік. Біздегі Google-дың жарнамалық мүмкіндіктерін пайдаланатын сайттың аты ол Google AdWords деп аталады. Қазір Google оны өзгертті, Google Ads деп қысқартты да осыны. Бірақ негізі барша адамдардың қолданатыны ол Google AdWords деп айтылатын сөзді қолданамыз біз барлығымыз. Google AdWords-қа жарнама бердің ба, Google AdWords-тың жаңа статистикасын қарадың ба деген сияқты мәселені біз айтамыз. Сондықтан Google AdWords. Логотипі мынандай, А деген әріптің көк және жасыл белгімен белгіленген. Енді іздеу жүйелеріндегі жарнамалық мүмкіндіктер қарастырайық. Қандай плюсы бар және қандай минусы бар, артықшылығы мен кемшілігі бар. Бірінші артықшылығына тоқталайық. Қандай артықшылықтары бар? Әлемдегі барлық іздеу жүйелерінің нарығының ішінде Google-ды қолданатындардың үлес салмағы 71%. Яғни басқа да бізде қолданатын іздеу жүйелері бар ғой. Мысалы Яндексті қолданады, Yahoo-ды қолданады, Bing-ді қолданады, Ask.com-ды қолданады. Яғни 4-тен 3 бөлігі әлемнің Google-да іздеу жасайды. Мен сіздерге қазір статистикасын кейінірек көрсетем, не үшін Google-ды қолдануымыз керек деген жерде. Орташа статистика бойынша Google-ға салынған әрбір $1 $2 адам пайда көреді. Яғни бірге бір пайда көреді. Бұл орташа статистика. Яғни сіз $1 салсаңыз, $2 пайда көресіз. 1000 теңге салсаңыз, 2000 теңге қайтарасыз. Яғни 1000 теңге сізде пайда болады. Орташа есеппен, ол одан көп та болуы мүмкін, одан аз да болуы мүмкін, бірақ орташа есептеген кезде осылай, бірге бір. 70% іздеушілерді кәсібилеріне Google-дан тапса, тікелей хабарласады. Бұл өте маңызды да. Өйткені біз айттық қой, Google-да адамдар саналы түрде іздеу жасайды. Поисктің бәрін саналы түрде жасайды. Яғни мысалы маған үйдің алдына қақпа орнату керек болса, мен Google-ға жазам ворота, Алматы, цена деп. Яғни мен нацеленно іздеймін. Ал мысалы Facebook-тың ішінен, Instagram-ның ішінен сіз нацеленно іздей алмайсыз да жарнаманы. Не болмаса жаңа керек аккаунттарды. Сіз керек аккаунттарды ғана табуыңыз мүмкін да, ол жерде іздеу жүйесі мүлдем бөлек жұмыс жасайды. Google-дың іздеу жүйесі мүлдем бөлек жұмыс жасайды. Сондықтан да бұл жердегі айтып тұрған осы да, өйстіп іздеген адамдардың көбі, яғни 70%, 4-тен 3 бөлігі, жобамен айтқанда, тікелей сол қандай жарнама шығады алдыңғы 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға, сол адамдарға хабарласады дейді. Яғни 1-ші, 2-ші орында сіз тұрсаңыз, сізге хабарласу мүмкіндігі жоғары. 4 адамның 3-еуі бірден хабарласады, яғни бірден әрекетке көшеді деген сөз да. Мына жерде айтып тұр, адамдардың 70%-і 1 сағаттың ішінде әрекетке көшеді. Яғни Google арқылы іздесе, адамдар шешімді жылдамырақ қабылдайды. Бұл өте маңызды пункт. Енді үлкен кемшілігі бар дейміз, ол ақылы. Көп адамдар енді ақылыны кемшілікке де жатқызуға болмайтын шығар, бірақ бір ғана менің білетін кемшілігім бар. Қалған жерде Google ол мінсіз жұмыс жасайды. Мінсіз жұмыс жасайтынын көрдік. Сондықтан да
мен айта аламын, Google мінсіз жұмыс жасайды, бір ғана кемшілігі бар, біз ақша төлеуіміз керек Google-ға. $5 күніне минималды бюджеті бар, соны төлесеңіз Google сіз үшін керемет нәтижелерді көрсетуге дайын. Енді Google-да қандай жарнаманың түрлері бар? Негізі 4 жарнаманың түрі Қазақстанда қолжетімді. Біріншісі жаңа іздеу жүйесіндегі жарнама, яғни сіз жазған кезде Google алдыңғы 4 орын мен астыңғы 4 орын, үстіңгі 4 орын мен астыңғы 4 орынға сізге жарнама қоюға мүмкіндік береді. Соны іздеу жүйесіндегі жарнама деп атайды. Одан кейін видео жарнамасы бар Google-дың, яғни YouTube видео хостингі бар екенін білесіздер. YouTube-та 2 түрлі жарнама қазір қолжетімді. Біріншісі ол жаңа pre-roll деп аталады, яғни сіз қандай да бір видеоны көрген кезде алдынан 5 секунд сізді ұстап тұратын. Екіншісі дисплей деп аталады. Дисплей дегеніміз ол YouTube-тың іздеу жүйесіне жазған кезде шығады алдыңғы орынға, және YouTube-тың оң жақ қапталда сіз видео көріп отқанда сол тақырыпқа ұқсас, яғни сіз немесе сіз осыған дейін іздеген тақырыптар, сізге қызық тақырыптарға сәйкес видеолар оң жағынан ұсыныс ретінде рекомендация деген бөлімде тұрады. Осы 2 жарнаманың түрі бар. YouTube-тағы қысқаша ғана ақпарат берейін, YouTube қалай жұмыс істейді деп адамдар көбісі ойлайды. Біріншіден YouTube-та мүлдем бәсекелестік жоқ. Мүлдем жоқ. Қайта қосылдық, YouTube-та жаңа ақшаны қалай алады? Біріншісі, егер сіздің жарнамаңызды 5 секунд көрген болса, оған сізден ақша алмайды Google. YouTube-та алмайды. Қай кезде алады? Қараңыз, егер сіздің видеоңыз ұзақ болса, 1 минут болатын болса, сонда кемінде 30 секундтың көру керек сіздің видеоңызды. Кемінде 30 секундтың көру керек. Сіз Google-ға, YouTube-ға 1 минуттық видеоны жарнамаласаңыз, немесе 1 минуттан көп видеоны жарнамаласаңыз, кемінде 30 секундтың адам көрмейінше сізден жаңағы 1 центті алмайды. Егер де сіздің видеоңыз 30 секунд болса, немесе 30 секундтан кіші болатын, аз болатын болса, онда сіздің жарнамаңыздың видеоңызды толық, яғни 30 секунд немесе 20 секундтық жарнама болса, соның барлығын толық көріп бітпейінше сізден жарнама ақша алынбайды. Түсіндік қой, Егер түсінбесеңіздер чатқа жазыңыздар, мен тағы да кейіннен тоқталып түсіндіремін. Үшінші жарнаманың түрі ол KMS деген, яғни Google-дың партнер сайттарында көрінетін жарнама. Бұны көбінесе ретаргетинг, ремаркетинг жарнамасы деп айтады. Яғни сіз Google-дан басқа іздеу жүйелерінен қандай да бір товар немесе қызмет іздесеңіз, мысалы Нұр.kz-дан, болмаса Тенгриньюстан бір жаңалық оқиын деп кірсеңіз, оң жақ қапталда, астыңғы қапталда, үстіңгі қапталда жарнама шығып тұрады. Яғни догоняющий реклама дейді. Сізді қуып жүретін жарнаманың түрлері, оларды KMS дейді. Контекстная медийная сеть дейді. Төртіншісі ол қосымшалар, яғни приложениялар. Приложениялар енді біз қолданбаймыз, сондықтан да оны қарастырмаймыз. Осы 3 жарнама: іздеу жүйесіндегі жарнама, видео жарнама және контексттік медиалы желі деген. Осы 3 жарнама негізі Google-дың фишкасы, осы үшеуі. Сосын ішінде кетеді әртүрлі стратегиялар, әртүрлі тактикалар, фишкалармен бөлек кетеді. Осы 3 жарнаманың түрі негізгі жарнаманың түрі. Міне Google-ға кірсеңіздер, жаңадан жарнама жасау деген бөлімді басатын болсаңыздар, мына тип компания деген бар. Тип компанияда сізге 5 түрлі жарнаманы шығарады. Торговля деген әзірге Қазақстанда жұмыс істемейді. Яғни торговля деген сіз Google-дың ішінде өз дүкеніңізді құруыңызға болады. Сосын сол дүкен арқылы адамдар іздеген кезде Google-дың алғашқы іздеу жүйесінің ең үстіңгі бөлігінде сіздің товарларыңыз каталог сияқты жиналып тұрады бір жерге. Өте керемет жарнаманың түрі, бірақ Қазақстанда әзірге қолжетімсіз. Міне Қазақстанда поисковая сеть деген қолжетімді, контекстная медийная сеть деген қолжетімді, видео деген қолжетімді және приложение деген қолжетімді. Осы 3 жарнама негізінен біз қолданамыз. Предложение енді біз шағын бизнеста болмағаннан кейін оны қолданбаймыз. Іздеу жүйесіндегі жарнамалар міне осындай болып көрінеді. Мен осыған дейінгі жасаған жарнаманың түрлерін көрсеттім. Міне ұялы нұсқада мына алдыңғы 3 орын мына жерде көрініп тұр, жарнамаға беріледі. Ұялының жақсысы мына жерде телефон, яғни мына жерде расширение деген нәрселер бар, телефонды қоюға болады. Ұялы нұсқада қарасаңыз, егер сіз жарнама беретін болсаңыз, мына Google-дың бірінші бетін түгел сіз алып тұрасыз. Мысалы мына жерде мен Достер.kz деген компанияның жарнамасы тұр, оборудование для бизнеса деген. Біздің партнер жігіттердің сайты, соларға жасалған жарнама, мысалы кухонные принадлежности, жарочные шкафы, газовые плиты деп. Одан кейін астында мына тауарларының бағалары тұр. Сіз енді жарнама берсеңіз, қараңыз, бүкіл бір бетін ұялы нұсқада толығымен алып тұрады, басқа ешкім жоқ сияқты, Одан кейін барып екінші, үшінші жарнамалар шыға бастайды. Мына жерде де міне тура сондай жарнаманың түрлері.
Байқасаңыз, бұл өте керемет та. Сіз Google-ға жарнама берсеңіз, бірінші бетін толығымен қамтамасыз етіп өзіңіз алуыңызға болады, иә, жарнамаңызды. Мынау контексті медиалы желі, яғни жаңағы баннерлік жарнамалар Google-дың партнер сайттарында. Қарасаңыз, мына жерде міне көк осындай информация беретін ай деген белгісі бар, және крестик белгісі бар, мынандай жауып тастауға болады. Осы Google-дың партнер сайттарында көрінетін баннерлік жарнамалар болады. Контекст медиалы желі деп атайды. Контекст медиалы желінің жарнамасы өте арзан. Көп адамға көрсетуге болады, бірақ конверсиясы соғұрлым төмен. Бірақ бұл өте арзан жарнаманың түрі, және көп адамға көрсетудің ең тиімді жолы. Одан кейін YouTube-тағы жарнама. Жаңа мен айттым, екі түрлі жарнаманың түрі бар деп. Астыңғы жарнама ол pre-roll, мына жерде міне пропустить деген батырманы басасыз, яғни келесі видеоңызды ары қарай көру үшін. Егер пропустить деген батырманы басса, онда сізден ақша алынбайды. Одан кейін мына дисплей деп аталады. Мына жерде міне ұсыныс ретінде шығып, мына енді ұялы нұсқасын мына жерде көрсеткен. Поисковиктен жазған кезде сіздің бірінші видеоңызды көрсетеді. Одан кейін біреу видео көріп отқан кезде мынандай үстіңгі жағында рекомендация бөлімінде тұрады. Соның бірінші дисплей жарнамасы деп аталады. Бірінші тұрған мына дисплей жарнамасы, екінші тұрған pre-roll деп аталатын жарнама, яғни алдынан көрсететін жарнама. Бұл YouTube-тың жарнамасы. Егер осы жерге дейін қазір сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Сұрақтарыңызға чаттан қарап отырып қосымша жауап беріп кетеміз. Егер сұрақтарыңыз жазғанша мен ары қарай жылжи берейін. Енді статистика. Google-ды не үшін біз қолданамыз, кеттік. Біріншіден, әлемде біз айттық, барлығы Google-ды қолданады. Соңғы көрсеткіш бойынша 63% адамдар Google-ды қолданады. Одан кейін Yahoo, Baidu, Bing деген сияқты іздеу жүйелерін қолданады. Одан кейін Яндекс бар. Енді нақты Қазақстандағы статистика. Қазақстанда міне 73% адамдар Google-ды қолданады. Мынау біздің 2017 жылғы статистика. 73% адам Google-ды қолданады. Одан кейін ары қарай кетеді жаңағы Яндекс, Mail.ru, Bing, Yahoo және басқа Ascom деп. Бірақ негізгісі Google, көріп отырсыздар. Егер сіздер жарнама беретін болсаңыздар поисковикке, негізі мен былай айтам. Егер де сіз жарнама беретін болсаңыз, барлық платформаға жарнама берген дұрыс негізі. Бюджетіңіз болатын болса жарнамаға. Егер сіздің бюджетіңіз болмаса, егер поисковиктердің ішіне жарнама беретін болсаңыз, онда міндетті түрде Google-ға жарнама беріңіз. Статистика міне көз алдыңызда тұр. 73% адам, 4 адамның 3-еуі Google-ды қолданады Қазақстанда. Сондықтан сіз Google-ға жарнама бермесеңіз, онда өзіңіздің аудиторияңыздан айырылып қаласыз. Одан кейін міндетті түрде Google-да ұялы нұсқада жарнама беріңіз. Ұялы нұсқада жарнама беру деген птичкасын қоятын жерлер бар. Сол кезде ұялы нұсқада жарнама беру керек. Мен жаңа көрсеттім, не үшін ұялы нұсқада жарнама беру керек екендігін. Ол сіздің барлық бір бетті толығымен қамтып тұратын жарнаманың түрі. Және мына жерде мына статистика бойынша ұялы нұсқада адамдар көбірек іздейтіндігі туралы статистика. Енді сұраныстардың саны. Қарасаңыз, міне Google-да күніне 4 триллион 464 миллиард 4 миллиард 464 миллион запрос жасалады Google-дың бір өзінде. Яғни 4,5 миллиард дөңгелек деп алайық. 4,5 миллиард сұраныстың ішінде сіздің жарнамаңыз жүру керек та міндетті түрде. Сондықтан да бұл үлкен нарық болғаннан кейін, нарыққа сәйкес сұраныс болып тұрғаннан кейін міндетті түрде ұсыныс болуы керек. Мына қалған енді Bing, Baidu, Yahoo сияқтылардың статистикалық көрсеткіштері. Енді Google қалай жұмыс жасайды? Google-дың басқа жарнамалық таргетингтен болмаса басқа түрлері бар ғой жарнамалардың. Олардан үлкен айырмашылығы Google кілт сөздермен жұмыс жасайды. Кілт сөз деген, яғни біз жаңа Google-ға кіріп теретін сөздеріміз. Ол мысалға жаңағы ворота, Алматы, цена деген сөз, ол кілт сөз болып саналады. Сол кілт сөздерді сіз жарнама беруден бұрын алдын ала дайындап, соны Google-ға бересіз. Мені мына сөздер бойынша іздетіңіз. Сол кезде сіздің жарнамаңызды Google шығарады. Енді кілт сөздің нақты 4 түрі бар. Бірінші түрі жалпылама сәйкестік деп аталады, broad match деген. Екіншісі түрі өзгертілген жалпылама сәйкестік, broad match modifier деген. Үшіншісі phrase match, ол фразалық сәйкестік, және exact match, тура сәйкестік деген сөз.
Бұлар 4 түрлі кілт сөз, 4 түрлі әрекет етеді. Яғни сіз қалай Google-ға команда бересіз, ол солай жұмыс жасайды. Енді қысқаша мен сіздерге түсіндіріп кетейін, қайсысы қалай жұмыс жасайтынын. Ең біріншісі мына жерде тұрған мына broad match деген. Сіз мысалы мынандай сөзді жазсаңыз, мысал ретінде әйелдердің шапкасы деп, women's hat деп жазсаңыз, бұл жерде Google барлық адамдарға сіздің жарнамаңызды көрсете береді. Яғни әйел десе де көрсетеді, шапка десе де сіздің жарнамаңызды көрсетеді. Кез келген жерде осы сөздер іздеген адамның кілт сөздердің ішінде болып қалатын болса, онда бұл жарнама деп ойлайды да, Google соны көрсетеді. Өйткені сіз солай команда беріп тұрсыз да оған. Мысалы қараңыз, егер адам әйелдердің, яғни синоним сөз жазса да көрсетіп тұр да, мына жерде мысалы woman мен lady деген сөз синоним сөздер, әйел, ханым деген. Мысалы мына жерде ханымдар шапкасын сатып алу деген сөз тұр, сол кезде сіздің жарнамаңыз шығады. Неге? Себебі сіз Google-ға айтып тұрсыз да, егер де мені іздеген кезде әйелдер шапкасы деп іздесе де тауып бер, соған сәйкес синоним сөздерді жазса да тауып бер деп айтып тұрсыз да. Содан кейін ол тауып беріп тұр. Енді бұл бірінші broad match-тың жалпылама сәйкестіктің қандай артықшылығы бар. Бұл сіз көбірек Google-дың поисковигінде жарнама ретінде шығу керек болған кезде қолдануға болатын кілт сөздің түрі. Бірақ бұл жерде сіз көп бюджет жоғалтасыз. Яғни сіз керек емес жерге де шығасыз. Сондықтан да мен өз басым бұл бірінші түрді қолдануға кеңес бермеймін. Бұл қай кезде қолдануға болады? Жылдам көп рет көрсету үшін көп ақша салып, жарнамаңызды көпшілікке көрсету керек болған кезде ғана қолданылатын жарнаманың түрі. Бірақ бұған мен ұсыныс жасамаймын. Екіншісі мына modifier, яғни өзгертілген кең сәйкестік деп аталады. Широкое соответствие. Бұл жерде алдына жарнама кілт сөздердің алдына плюс қою арқылы жасалады. Егер де сіз сол сөздердің алдына плюс қойсаңыз, онда іздеу барысында нақты осы сөздері бар кілт сөздер адам терсе ғана сіздің жарнамаңыз шығатын болады. Кез келген очередьте, яғни hats women's деп жазса да, women's hats деп жазса да, сіздің жарнамаңыз шығады. Төртінші түрі phrase match деп аталады. Ол мынандай неге салынады? Тырнақшаға салынады. Бұл мен ұсыныс беретін кілт сөздердің түрі. Себебі егер де сіз тырнақшаға алатын болсаңыз, Google-да адам кілт сөздерді терген кезде, кілт сөздердің ішінде нақты сіздің сөздеріңіз, нақты осы сөздеріңіз болады. Осы сөздеріңіз болған кезде ғана сіздің жарнамаңыз шығарады. Нақты осы сөздеріңіз болған кезде жарнамаңыз шығарады, бірақ жанында қосымша сөздер болуы мүмкін. Мысалы, жаңа мен егерде ворота в Алматы деген нәрсеге жарнама беретін болсам, ворота в Алматы цена деген кезде менің жарнамам шығады. Ворота в Алматы доставка цена десе менің жарнамам шығады. Қосымша жанында сөздер болуы мүмкін, алдынан, артынан. Бірақ нақты менің жаңағы қойып берген сөзім ішінде болуы керек. Сол кезде ғана жарнамам шығады. Енді төртінші жарнамалық осы кілт сөздің түрі ол нақты тура сәйкестік деп аталады, exact match. Ол тік жақшамен жасалады. Бұл өте консервативті түрі. Сіздің кілт сөздің тура осы кілт сөзді ғана жазғанда ғана сіздің жарнамаңыз шығады. Алдынан, артынан ешқандай сөз болмау керек. Яғни мен мысалы, ворота в Алматы десем, тек қана ворота в Алматы дегенде ғана шығады. Алдынан мысалы сөз жазса, болмаса артынан сөз жазса, менің жарнамам шықпайды. Ворота в Алматы цена десе, менің жарнамам шықпайды. Ворота в Алматы десе ғана менің жарнамам шығады. Осындай өте консервативті жарнаманың түрі, бұны exact match деп атайды. Төрт түрлі осындай кілт сөз арқылы Google-дың жарнамасы жасалады. Менің өзімнің кеңес беретін үшінші жарнаманың түрі, тырнақшаға алып жасалатын жарнаманы мен өзім жиі қолданамын. Арасында соңғы тұрған exact match, тіке жақша арқылында кейде қолданатын кездер болады. Бұл өте маңызды, сіздер білулеріңіз керек нәрсе. Біз енді алдағы уақытта курста бұны кеңінен қарап, кеңінен түсіндіретін боламыз. Әрқайсысына жеке тоқталып, қайсысын қай жерде, бұл қалай мысалы символдарды қоямыз деген мәселелерге жеке тоқталатын боламыз. Бұл таза техникалық нәрсе болып кетуі мүмкін да. Одан кейін кілт сөз жоспарлаушы деген Google-дың ішінде тегін сервис бар. Планировщик ключевых слов деген орысшасы. Егер сіз бұл жерге кіретін болсаңыз, онда өз товарыңыздың немесе қызметіңіздің қаншалықты сұранысқа ие екенін поисковиктен қаншалықты іздейтінін көруіңізге болады, және бағасын көруіңізге болады. Сәйкесінше мен жарнама берсем, бір кликтің жобамен бағасы қанша болуы мүмкін деген. Мен қазір сіздерге бұны демонстрация ретінде көрсететін боламын.
Одан кейін тура осындай сервис Яндекста да бар, ол Яндекс Вордстат деп аталады. Бұл жерге де кірсеңіз, терсеңіз, соңғы айдағы, соңғы жылдағы сіздің керек кілт сөздеріңізді бойынша статистикалық ақпараттарын көрсететін болады. Одан кейін міндетті түрде білу керек нәрсе ол теріс кілт сөздер. Яғни теріс кілт сөз деген минус ключевые слова дейді. Оны Google-дың ішіне енгізіп қоюыңыз керек, себебі енгізсеңіз осы кілт сөздерді адамдар жазған кезде сіздің жарнамаңызды шығармайды Google. Мысалға чехол деген сөз бар, иә. Ол машинаға, сиденьеға жабатын чехол болуы мүмкін, авточехол, және телефонға кигізетін чехол болуы мүмкін. Сіз енді екі чехол дегеннің өзінде де шығатын болсаңыз, адамдар шатыстыруы мүмкін. Адамдар телефондың чехолын іздеп отыруы мүмкін, бірақ сіздің чехолыңыз авточехол болуы мүмкін. Сондықтан да сіз минус ключевые словаға жазуыңыз керек. Чехол для смартфонов, чехол для телефонов деген кезде мені көрсетпе деп Google-ға команда берсеңіз, Google түсінеді бірден. Яғни сіздің чехолыңыз телефонға қатысты емес. Яғни қандай да бір телефонға қатысты запростар болатын болса, Google оны алып тастайды да сіздің жарнамаңызды көрсетпейді. Керісінше, авто деген, машина деген, автоаксессуар деген жерде сіздің жарнамаларыңызды көрсетуге тырысады. Яғни ол бірден түсінеді да сіздің тауарыңыз қандай тауар екен. Сондықтан кілт сөздерді, теріс кілт сөздерді қолдану ол өте маңызды. Так, егер де достар сұрақтарыңыз болса, нақты осы жарнамаларға қатысты менің ақпараттарым мынау, жазып алсаңыздар, жазып алуларыңызға болады. Мен Инстаграмыма дайректке шықсаңыздар, болмаса жаңа телефон арқылы хабарлассаңыздар да біз WhatsApp-пен сіздерге жасап көмектесуге дайынбыз. Енді электронды поштаны ешкім қолданбайды шығар, бірақ вдруг керек болып қалады сіздерге. Google-дың негізгі былай техникалық тұрғыдан өте қиын, сондықтан көп адамдар бұған жолай қоймайды. Көп адамдар қатты қызыға қоймауы да мүмкін, жасатқысы келеді, бірақ өзі интерфейсін көргенде шошуы мүмкін. Сондықтан да Google-ды көп адамдар негізі жүрексінеді да, ол Google-ды қолдануға. Так, егер де осы ақпараттар жөнінде сұрақтарыңыз болса, осы эфир аяқталғаннан кейін видео бәрі сақталады ғой. Одан кейін пікірге сұрақтарыңызды қойып кетулеріңізге болады. Қазір қоя алмасаңыз, ойыңызға келмеуі мүмкін да. Сондықтан пікірге қойып кетіңіз сұрақтарыңызды, біз сіздің сұрақтарыңызға пікірде жауап беретін боламыз. Енді Google-дың жаңағы AdWords деп аталатын сайтына кірейік. Тікелей кіресіз, жолаққа AdWords google.com деп жазасыз. Қазір жаңа айттым, Google Ads деп, Google реклама деп өзгерді қазір. Бірақ негізгі функциясы, негізгі қызметі ол соғалып қалды да. Одан еш нәрсе қатты өзгерген жоқ. Енді қараңыз, бұл Google-дың жаңа жарнама беретін кабинеті. Мына жерде негізгі обзор, мысалы 14.000 клик жасалған дейді, осы уақытқа дейінгісін көрсетіп отыр да бұл. 744.000 адамға жарнама көрсетілген, орташа бағасы 13 цент. Осыған дейін жұмсалған ақша мысалы $2000 жуық деген сияқты мына жерде статистикалық ақпараттар. Енді мына жағын қарасаңыз, мына жерде мынандай жаңағы негізгі 3 жарнамалық компания бар. Жаңағы поисковой сеть, КМС, контексттік медиалық желі және YouTube-тың жарнамалары. Ол үшін жарнамаларды жаңадан жасау үшін компания дегенге өтесіз, компанияды бассаңыз, және мына жерде плюс батырмасы бар көк. Плюс батырмасын басасыз, новая компания деген батырманы басасыз. Сол кезде сізге мені бағана көрсеткен мен сурет шығады. Поисковой сеть, КМС, торговля, видео, сосын приложение. Осы жерде мұны кез келген басып таңдап, ары қарай негізгі настройкасын жасайсыз. Google. Қазір мен настройкасын жасап отырмын, біз ешкімнің уақытын алмай қойып, алдағы уақытта бұны көрсететін боламыз. Негізгі маңызды моменттерін мен сіздерге қазір көрсетіп кетуге отырды. Қазір мен сіздерге мына жерден жарнамалардың ішінен бір-екеуін көрсетейін. Так. Мысалы бізде бір клиент болды, ол перчаткимен айналысатын. Перчатки. Қолғаптар. Міне қарасаңыздар, ол кісінің осы уақытқа дейін жасаған жарнамасы бойынша 4000 адам ол кісінің сайтына кірген. Оның жарнамасын 19-20 мыңға жуық рет қараған. CTR деген білесіздер, көрген адамдар мен клик басқан адамдардың ара қатынасын 100%-ға көбейткендегі. Яғни әрбір 100 адамның 20-сы қандай да бір әрекет жасаған, яғни сайтына өткен деген сөз. Өте жоғары CTR бұл кісінікі. 20 деген өте жақсы. Яғни 100 адам сіздің жарнамаңызды көрді, соның 20-сы сайтыңызға өтті деген сөз. Өте жақсы қонаққа. Ары қарай енді жұмсаған ақшалары мыналар.
Енді қараңыз, перчаткиді мен сізге не үшін айтып отырмын? Перчаткиді айтып отырған себебім, бұл кісінің перчаткиі 65 теңге тұрады. 65 теңге тұратын перчаткиді бұл кісі Google'дың жарнамасына салады. Енді сіз өзіңіз үшін өзіңіздің нишаңызды ойлап көріңіз. Сіздің нишаңызда маржа қандай? Бұл кісінің нишасында маржа қандай? Сондықтан да кім неғұрлым алдынан түсінеді, сол неғұрлым көбірек пайда көреді. Менің айтқым келіп отқан сол. Яғни перчатки деген ол былай қарасаңыз Google-де сатылмайтын дүние сияқты да. Сондықтан да сатылмайтын дүниені де сатуға болатын жолдары бар. Мына кісі мысалы соны қолданып қазір жарнамасын жасап отыр. Енді достар, қазір уақыттарыңызды алмай, жаңа соңғы көрсеткен кілт сөз жоспарлауышты көрсетіп жіберейін. Инструменты деген бөлім бар. Инструментыға өтесіз. Осы жерде мына планирование деген бар. Осы жерде мына планировщик ключевых слов деген бар. Осыны басасыз. Сосын өзіңізге сәйкес жаңағы кілт сөзді тересіз. Мына жерде найти ключевые слова, получить данные деген. Получить данныйды басасыз. Мына жерге кез келген жаңағы кілт сөзді тересіз. Мысалы, жаңағы кісінің кілт сөзін мен теріп көрейін сіздерге. Рабочие перчатки. Мысалға, рабочие перчатки. Мына жерге сізге статистикасын алып шықты. Мына жерге клик болуы мүмкін кликтер, болуы мүмкін запростардың саны, және мына жерде орташа бағалар. Мына жерде нені өзгертіп алуыңызға болады. Фильтрді осы уақытқа дейінгі барлық уақыт деп алсаңыз, мысалға, мына жерде статистикалық ақпараттарын қарай аласыз. Енді орташа жобамен мына жерде сізге цена за кликті көрсетеді. Енді бұл максимум цена за клик, бұдан төмен қоясыз міндетті түрде. Жаңа мен сізге көрсеттім 13 цент. Яғни сіз сол 13-15 центтің ортасында қоясыз. Цена за средняя цена за клик мысалы 28 цент деп тұр ғой бұл жерде. Сіз 28 центқа жеткізбей қоюыңыз керек. Немесе 28 центті қойсаңыз да Google одан бәрібір төменірек жаңағыдай көрсеткішті көрсетеді барлығы. Мысалы сіз 20 центті қойсаңыз, сіздің цена за клигіңіз жаңа 15 центтің 10-15 центтің ортасында болады. Осы жерде мына жерден обзорын барлығын қарап алуыңызға болады. Яғни сіздің ключевой сөзіңіз бойынша қанша сіз ақша жұмсауыңыз мүмкін, қанша охват болуы мүмкін, қанша показ болуы мүмкін. Осы жерден асықпай қарап алуыңыз керек. Егер ол просто рабочий перчатки деген қатты популярный сөз емес. Сондықтан да мына жерге неғұрлым популярный сөз жазатын болсаңыз, сізде соғұрлым көбірек сөз шыға бастайды. Мысалы, қандай популярный сөз бар? Так, смартфон, мысалы. Смартфон деген ол 2-ның бірі іздейтін тақырып. 7400 өте популярный. Так, мына жерге қазір смартфон жазып көрейік. Міне қарасаңыз, мына жерден барлық сіз обзорын осы жерден алып алуыңызға болады. Мысалы, смартфонды так, мына жерде фильтріміз қалай? Фильтріміз соңғы 12 айға тұр. Смартфон деген сөзді, мысалы, орташа есеппен айына 5400 адам іздейді. Сіз өз жаңағы нишаңыздың сөзін саласыз, сол кезде мына жерден средний сіздің запростарыңыздың саны шығады. Сосын жаңағы орташа бағасы шығады, және максималды кликтің бағасы шығады. Яғни сізде максимум Google бір кликке алу бағасы осындай болады деген сияқты. Осы жерде мұны қарап алуыңызға болады. Жалпы идея түсінікті шығар деп ойлаймын. Бұл тегін қарапайым құрал. Мына жерде мына ай бойынша сіз қарауыңызға болады. Яғни мобильді құрылғыларда және жалпылама қанша адам іздеп жатыр. Болды, осы жерден іздейсіз, бағасын қарап аласыз, болуы мүмкін охватыңызды осы жерден қарап аласыз. Яғни жарнама беруге тұра ма, жарнама беруге тұрмай ма деген мәселені осы планировщик ключевых слов арқылы шешіп аласыз. Одан кейін жарнама беруге тұратын болса, онда ары қарай жаңағы мен көрсеткен жерге барасыз да жарнаманы қосасыз. Жарнаманы жаңадан бастап, плюс батырмасын басу арқылы жарнамаңызды құрасыз. Бірақ жарнаманы құрған кезде абай болу керек. Google'дың ішінде өте абай болу керек, себебі екі момент бар. Біріншісі, сізде бюджетті босқа құртып алады, яғни ақшаңызды босқа құртып алатын бірнеше моменттер бар. Оларды жаңағы Google әдепкі жағдайда немесе рекомендуется деп тұратын жерлер бар да, солардың баптауларын міндетті түрде өзгерту керек. Егер өзгертпесеңіз, сонда сіздің жаңағы бюджетіңіз текке шығындап аласыз. Мысалға жаңағы географиялық орналасуы бойынша кімдер сіздің жарнамаңызды көруі керек деген жерде бірінші көп адамдар қателеседі, жаңағы бюджетін жоғалтып алады. Екінші момент ол
стратегия ставок деген, яғни сіз бәс тігесіз ғой, бұл жерде аукцион. Сол аукционды бәс тігуде түрін таңдаған кезде адамдар қателеседі да, содан көп адамдар жаңағы бюджетін шашып алады тектен текке. Сондықтан осы жерде абай болыңыздар, қалған жердің барлығына Google сіз үшін қалған жұмыстың барлығын жасайтын болады. Так, Google білем түсініксіз қиын тақырып екенін білем, бірақ енді алдағы уақытта ішінің барлығын жаңағы шек қарын ашып сіздерге көрсетуге тырысамыз. Сондықтан қорықпаңыздар бұл сайттан. Егер Google-ды үйреніп алсаңыздар, онда сіздерге бұл жаңа бағыт болады, жаңа серпін алып келуі мүмкін сіздің бизнесіңізге. Так, егер қазір сұрақтарыңыз болса, чатқа қойыңыздар. Біз жарты сағат бойы сіздерге тегін контент бердік. Так, 1688-ге қатысты сұрақтардың барлығын Ыбырай мырза өзі жауап береді. Тауар алуға болады деген мәселенің барлығын Ыбырай мырза бұйыртса жұма күнге жоспарлап отырмыз. Ыбырай мырзаның тегін вебинары болады. Сол кезде осы сұрақты қоюыңызға болады. Так, нақты Google-ға қатысты егер сұрақтарыңыз болмаса, онда эфирді аяқтаймыз. Сәл күте тұрайық, бір 2-3 минутта, иә. Егер де эфирден кейін жаңа айттым, сұрақтарыңыз туындайтын болса, осы видеоның астына пікір ретінде сұрақтарыңызды қалдыра беріңіздер. Біз сіздерге сол жерге кіріп жауап береміз. Болмаса, жаңағы бізге әлеуметтік желіде болсын, жаңағы мессенджерлердің қай-қайсысына болсын шықсаңыздар, сіздерге жауап беріп көмек көрсететін боламыз. Google жайлы ақыл сабақ бересіз бе дейді. Біз бұйыртса айттық қой, Ыбырай мырза екеуміз біз жоспарлап отқан бір курсымыз бар. Сол курстың ішінде осы Google-дың жеке сабағы болады. Егер сол курсқа қатыссаңыз, біз Google-ды ішіне кіргіздік әдейі. Өйткені сіз Қытайдан тауар алдырғаннан кейін Google-дың жарнамалық мүмкіндіктерін қолдануыңыз керек та. Сондықтан да сол курсқа қатынассаңыз, сол курстың ішіне кіргіземіз бұл сабақта. Сол жерде біз Google-ды жеке кәдімгі сабақ ретінде 3-4 сағат жеке жаңағы жіліктеп шағып қараймыз. Қиын емес, бір ғана жарнамалық түрін көрсетеміз сіздерге, ол қиын емес мүлдем. Сол настройкасын сіз тура сол настройкамен істейтін болсаңыз, онда сіз қателеспейсіз да. Тура жаңағы перчаткиді адам қалай сатып отыр, сіз де тура солай өз тауарыңызды Google-дан көрсете аласыз. Бұйыртса енді толық үйренген кезде енді негізгі баптауларын барлығын үйретеміз. Жаңағы қалай тиімді болады, кілт сөздерді мысалы қалай дұрыс қою керек, теріс кілт сөздерді қай жерге жазамыз, жарнаманы қалай әдемі қыламыз, қай жерге қандай сөзді жазамыз, одан кейін жаңа жарнаманы әдемі үлкен қылып қалай жасаймыз деген сияқты мәселелердің барлығын біз сол курста жеке-жеке үйрететін боламыз. Так, негізі жалпы Google-ға қызығушылық адамдарда көп, мен оны білем. Біз де осы уақытқа дейін біраз уақыт Google-дың сабағын беруге жүрексініп жүрдік, өйткені Google-да да көптеген өзгерістер болды. Осы биыл Google жаңа интерфейске көшті. Түрі мүлдем өзгерді. Бұрынғы Google мүлдем бөлек болатын сайты. Қазір мүлдем бөлек. Сондықтан да бұл трансформация жүріп жатыр. Сол трансформациясын бұлар толық аяқтап қалды. Бұлар қалай аяқтап бітеді, біз сол Google-дың сабақтарын өткізуді қолға аламыз бұйыртса. Өйткені қазіргі таңда мысалы бірнеше версиялары бар да, мысалы менде қазір бөлек ашылғанмен сізде ертең міндетті түрде бөлек ашылады ол Google. Сондықтан да сәл сабыр ету керек. Бірақ негізгі функциялар өзгермейді да, сол біз негізгі функциялармен сіздерге үйретеміз, жаңағы қайсысы қай жерде тұр деген нәрселердің барлығы. Нұрсұлтан мырза, біз жаңағы ақысын курстың ертең Ыбырай мырза сабағын өткізеді. Сабақ өткізгеннен кейін бұйыртса жақын уақытта хабарлаймыз. Біз сіздерге барлық курста не болатындығын қазір осындай видеолар арқылы көрсетіп, осындай сабақтар арқылы көрсеткіміз келіп отыр. Яғни біз де мысалы эксперт ретінде өзімізді сіздерге дәлелдеуіміз керек. Сондықтан да сіздерде сәл сабыр ете тұрыңыздар. Біз курстың толық бағдарламасына арналған бөлек сабақ өткіземіз. Яғни курста не болады, бағасы қанша болады, сіз қандай нәрселерді үйреніп шығасыз, нәтижесі қандай болады. Яғни біз курста сіздерге практикалық құралдарды бергіміз келіп отыр. Яғни сіз бізге келгеннен кейін 100% өзгеріп шығуыңыз керек. Яғни жаңа жарнамалық құралдарды меңгеруіңіз керек. Жаңа жарнамалардың ішінде тиімділерін үйреніп шығуыңыз керек. Мысалы, Facebook'тың ішінде 15-ке жуық жарнаманың түрі бар.
Сіз егер 15 жарнаманың әрқайсысына жарнама беретін болсаңыз, онда ол тиімсіз жарнама. Ол сіз бюджетіңізді текке шашып аласыз. Біз сізге нақты тексерілген жолдарын көрсетеміз да, мынаны былай істе, мынаны былай істеңіз. Былай істесеңіз сіздің конверсияңыз артады деген сияқты. Мысалы, заявкілеріңіз қалай сапалы болуы мүмкін. Осының барлығын біз сіздерге көрсетіп береміз. Яғни осы уақытқа дейінгі тәжірибеден өткен нәрселердің барлығын көрсетеміз. Мысалы, жаңағы Қытайдан тренд тауарларды сіз қалай қарап отырасыз? Сіз Қытай тауарларынан қалай эксперт бола аласыз? Сіз эксперт болуыңыз керек. Егер де сіз эксперт болсаңыз, онда сіз ана жақта шыққан товарды Қазақстанға басқа біреулер, мысалы орыстар, украиндар сатып жатыр ғой бізге. 5 есе наценкамен сатып жатыр да олар, 500%. Өткенде Ыбырай мырза көрсетті ғой сабақта. 500%-мен сатып жатыр. Сол тауарларды мына Ыбырай мырза сіздерге аржанан көрсетіп береді. Қалай әкеп, сіз 5 есе демей ақ қойып, 1-1 қоссаңыз да жетеді. 3 есе қосыңыз, иә. Бірақ Қазақстанға елден бұрын жеткізіп, сіз жарнамалап, сіз сатыңыз. Біз соның жаңағы толық циклын сізге үйреткіміз келіп тұр да. Яғни сіз товарды Қытайдан көресіз, анализ жасайсыз, жаңағы жолын өзіңіз есептейсіз. Ыбырай мырза сізге барлығын деталына үйретеді. Жолын қалай есептейсіз, анау шекараға келгенде не болады, бері қарай қалай өтеді, ол Алматыға қалай келеді деген сияқты мәселелерде. Соның барлығын Ыбырай мырза көрсетеді сіздерге. Одан кейін мен мына жақтан сізге қалай дұрыс жарнама жасау керек, қалай дұрыс заявка алу керек, қандай жарнамалардың түрлері тиімді. Яғни осының барлығын қосқан кезде сіздерде бір кешенді, үлкен, жаңадан сіздерде бір құралдар пайда болады қолыңызда. Осыны сіз кейінгі істейтін нәрседе қайталай беретін боласыз. Тренд товарды қарайсыз, Қазақстанға алып келесіз, жарнамасын жасайсыз, сатасыз. Жарнамасын жасайсыз, сатасыз. Сіздің жұмысыңыз сол болады. Эксперт болу, Қазақстанға келіп жарнамасын сату. Біз осы нәрсені сіздерге үйреткіміз келіп отыр да. Осы нәрсе ең тиімді екеніне біз осы уақытқа дейін көзіміз жетті. Мысалы, қазіргі интернеттен қарайтын болсаңыз, көп, мысалы, Қытаймен бизнес Китайм деген сияқты көптеген жаңағы курстар бар ғой. Соларды қарауыңызға болады. Қарасаңыз, олар сізге заводтан өзіңіз алдыртып отыратындай қылып үйретеміз деген сияқты нәрсені айтады. Өткенде Ыбырай мырза сіздерге ескертіп айтты ғой. Тікелей заводтан алдырту Қазақстанда отырып ол мүмкін емес деп. Біз ол шындықты сіздерге айтып отырмыз, иә. Сондықтан да сіздердің тараптарыңыздан да бізге деген ниеттестікті күтеміз, иә, солидарность күтеміз. Қазір сіздерге мынағынан біз маманымыз кәдімгідей сізге түсіндіріп, қазір чатқа жазып береді. Осы VIP бағамен жай бағаның айырмашылығын, иә. Так, егер тағы да бүгінгі сабаққа қатысты сұрақтарыңыз болса, қазір жауап беріп кетеміз. Сәл күтейік, 1 минут, 2 минутта, иә. Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда эфирді аяқтаймыз. Енді достар, сіздер үшін енді барынша пайдалы ақпараттарды бердім деп ойлаймын. Дайындап келген ақпараттардың барлығын айттым сіздерге. Енді тек қана осыны практика жүзінде іске асыру қалды. Практикада бізбен болыңыздар. Біз сіздерге енді бұйыртса барлығын көрсетіп, барлығын үйретуге дайынбыз. Одан кейін айттық қой, жаңағы Telegram чатымызға қосылыңыздар. Telegram чатта барлық ақпараттарды, сұрақтарды біз сол жерде қарастырып отырамыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз туындап қалса, Telegram чатқа жазасыз, біз сізге жауап береміз сол жерде. Telegram чатқа қосылу үшін бізге тікелей жазсаңыздар, болмаса осы видеоның астына пікір ретінде қалдырсаңыздар, біз сіздерге чатқа қосып береміз. Так, жақсы достар, бүгінгі эфирге қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Уақыттарыңызды қиып 40 минуттай бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздер үшін енді барынша пайдалы ақпараттарды бердік деп үміттенеміз. Осы ақпараттардың негізінде өздеріңізді AdWords сайтын ашып, ішін қопарып, көздеріңізді үйрете беріңіздер. Егер мүлде тіркелмеген болсаңыздар, онда бірінші тіркелуден өтіп алыңыздар. Содан кейін барып ішкі жаңағы мүмкіндіктері сізге қолжетімді болады. Осы сіздерге айтатынымыз, сұрақтарыңыз болса тағы да айттық, жаңа пікірге қалдырыңыздар. Егер меніңше қазір енді сұрақтар жоқ сияқты, енді біз онда әзірге бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Бұйыртса жұма күні тағы да қосымша хабарлаймыз. Ыбырай мырза өзінің әдемі бір вебинарын өткізеді, дропшиппинг деген тақырыпқа қатысты. Яғни қойма ұстамай, тауарыңызды Қытайдан алдырту арқылы, Қазақстанда өз үйіңізде отырып жарнамаңызды жасау арқылы тауарыңызды қалай сатуға болады деген нәрсені, оны дропшиппинг деп атайды. Соны Ыбырай мырза сіздерге толық түсіндіретін болады. Яғни тауарды Қытайдан әкелу, Қазақстанға жеткізу және
интерсел арқылы, интерселдің қоймаларын пайдалану арқылы қалай сіз Қазақстанда жарнамалап отырып, үйден отырып тауарыңызды қалай сатып пайда табуға болады. Бұл қандай адамдарға тиімді? Мен қысқаша ақпарат бере кетейін. Дропшиппингпен айналысу, шамалы ақпарат іздеп көріңіздер, егер бірінші рет естіп тұрған болсаңыздар. Дропшиппинг деген ағылшын сөзінен шыққан ғой. Дроп деген түсіру деген сөз жерге, шиппинг деген жіберу деген сөз. Яғни сіз белгілі бір тауарыңызды бір жерге әкеліп тастайсыз, яғни интерселдің қоймасына әкеліп тастайсыз. Шиппинг деген жөнелту, жіберу. Яғни біз сізге жөнелтіп береміз, жіберіп береміз деген сөз да. Сондай мағынадан шыққан сөз. Егер дропшиппингпен айналысқыңыз келсе, біздің ұсынатынымыз сол. Яғни біз сізге жаңағы Қытайдағы тренд тауарларды қарауды, эксперт болуды үйретеміз. Сіз барлығын өзіңіз эксперт ретінде есептеп, бізге айтасыз, бізге мына товар керек деп. Одан кейін біз сізге соны алдыртып бере аламыз, мына өзіміздің қоймамызға дейін әкеліп береміз. Оның алдында біз сізге жарнаманың барлығын үйретіп қоямыз. Соның негізінде сіз жарнама жасап, тауарыңызды сатасыз. Сатқан кезде клиентіңіз алам деген кезде, заявка түскен кезде, сіз бізге айта аласыз, мынандай адамға мынандай тауарымды салып жібер деп, бағасы мынандай. Біз сізге мына жерден тауарыңызды жөнелте аламыз. Осының қысқаша схемасын дропшиппинг деп атайды. Яғни бұл қандай адамдарға жақсы? Біріншіден, үйде отырсаңыз, яғни үйде отырып табыс табуға өте қолайлы. Екіншісі, көптеген адамдар қазір өзінің негізгі жұмысы бар, сол жұмыстан шыға алмайды. Бірақ кәсіп бастағысы келеді, бір саудамен айналысқысы келеді. Сондай бір адамдар болады, өз ішінде бір оты болады да, бәрібір энергиясы болады, соны шығарғысы келеді. Сондай кісілерге таптырмайтын ұсыныс. Яғни сіз өз жұмысыңызда отыра бересіз, тек қана заявкаларды өңдеп, ақшасын алсаңыз болды да ол адамнан. Сосын сол ақшаның негізінде біз тауарыңызды жөнелтеміз сіз үшін. Осыны дропшиппинг деп атаймыз. Сайт жасау бойынша Алмат мырза сабақ міндетті түрде болады. Біз сіздерге арнайы платформа арқылы, мен өткенде айттым ғой сіздерге, мен 10 минутта жасаған сайтым бар, соны сіздерге көрсетіп, енді 10 минут деген сіздер үшін қиындау шығар, бірақ бір сағаттың ішінде өз сайтыңызды жасап алатындай жағдайға жеткізіп бере аламыз. Ол өте жеңіл, өте қарапайым. Ол тегін платформа, тегін жасалады. Бір сайтты тегін жасауға болады. Яғни бір почтаға. Одан бөлек 10 шақты почта ашып, 10 шақты сайтты жасай беруіңізге болады. Оның жолын барлығын сізге көрсетіп береміз. Ол қиын емес. Телеграм, мына жерге барған сілтемені қалдыра алмай тұрмыз да. Мына жерге мен қазір чатқа тастап жатырмын сілтемені, бірақ мені сілтемені тастатқызбай тұр. Сондықтан телеграм чаттың сілтемесін қоя алмай тұрмын мына жерге. Қазір тағы да бір рет қойып көрейін. Егер жіберілсе, онда так, мына жерге менен алмай тұр, өкінішке қарай. Енді бізге тікелей шығыңыз, басқа амал болмай тұр. Сондықтан да тікелей шығасыз, сізді қосып береміз. ББ оқымағанмын деп едім ғой, оларда саны. Достар, бұл жер ББ емес. Өткенде Ыбырай мырза ескертіп айтты ғой. Бұл бизнес бастау деген кәсіпкерлік мектепке мүлдем қатысы жоқ жоба. Біз Ыбырай мырза екеуміз мүлде қатысымыз жоқ. Біз бөлек жұмыс жасаймыз. Интерсел бөлек жұмыс жасайды. Яғни бөлек компания ретінде жұмыс жасайды. Әріптестік ретінде біз жұмыс жасауға дайынбыз ол кісілермен. Бірақ негізі тәуелсіз жұмыс жасаймыз. Сондықтан да ол кісілердің курсымен бұл жақтағы курсты шатастырмауларыңызды өтінеміз. Бұл екеуі бөлек-бөлек компаниялар, біз бөлек-бөлек курстар жасаймыз. Сондықтан да Нурик, сізге жаңа басында да айттым, біз қосымша ақпаратты береміз. Ертең Ыбырай мырза жұма күні вебинарын өткізеді. Сол вебинардан кейін біз міндетті түрде ортақ бірге отырып вебинар жасаймыз, тікелей эфирді жасап, сол жерге сіздерге барлық курстың құрылымын, курста қандай тақырыптар болады, не істейсіз, не үйреніп шығасыз, бізбен қалай әріптестікті ары қарай жалғастыра аласыз, яғни жұмыс істеу тетіктерін, соның барлығын сіздерге жілік-жілігін шағып, сіздерге түсіндіріп беретін боламыз. Достар, мен мына жерге қазір чатқа шынымен де номерімді жаза салайын. Сол жерден мені телеграмнан тауып алсаңыздар, мен сіздерді телеграмнан жаңағы чаттарға, өзіміздің курсқа қатысты чаттарға қоса аламын. Мына мен жаздым 705-773-5588. Бұл менің номерім. Осы номерге маған телеграмға жазсаңыздар, ватсапқа жазсаңыздар, осы нақты мен жауап беретін жарнамаға қатысты бөлігіне сіздерге жауап беруге дайын. Так, достар, өте жақсы, мен өте қуаныштымын сіздермен біраз ақпараттармен бөлісіп, өзім де қуанышты болдым. Өйткені жиналып қалған ақпараттарды шығарған кезде жеңіл жүресің, жеңіл басқа ақпараттарды жинауға мотивация пайда болады, жаңа нәрсені үйренуге мотивация пайда болады.
Сондықтан сіздерге рахмет, осылай қатысып, бізге қолдау білдіріп, сабақтарымызға кіріп отырғандарыңызға Алла разы болсын. Сіздерге рахмет. Так, онда достар, осымен эфирімізді аяқтаймыз деп бірнеше рет айттық. Рахмет қатысқандарыңызға. Қосымша сұрақтардың барлығын осы видеоның астында пікір ретінде қалдырыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Жұма күні бұйыртса тағы да керемет ақпаратпен бөлісеміз. Күтіңіздер. Ол да тегін вебинар болады. Жұма күні тегін вебинар Ыбырай мырза өткізеді. Так, тағы бір сұрақ, достар, қазір жауап беріп жайын. Алмат мырза, CRM система бойынша сабақтар бола ма дейді. CRM система дегеніміз не? Мен қысқаша түсіндірейін сіздерге. CRM деген ағылшынның C деген client, R деген relationship, M деген management. Яғни клиентпен қарым-қатынас жасау менеджменті. Сол нәрсені CRM дейді. Яғни клиенттік базаны белгілі бір жерде ұстап отыратын сайт CRM. Қазір мысалы Amo CRM деген бар, Bittrex деген бар. Сол сияқты CRM-нің сайттары бар, сервистары бар сондай. CRM-ді қай кезде қолдануға болады? Егер де сіздің компанияңыз белгілі бір дәрежеге жетсе, мысалы оборотыңыз миллионнан көп болса, таза табысыңыз, мысалы миллионнан көп болса, клиенттік базаңыз мысалы көбек 20-30 адамнан ары қарай болатын болса, тұрақты клиент, оның үстіне жаңа клиенттеріңіз қосылып жатады. Мысалы клиенттеріңіз 200-300 адам болса, CRM керек. Бірақ бастапқы этапта CRM керек емес. Біріншіден ол сізге материалдық шығын болады. Екіншіден сіз оны дәрежесіне жеткізіп қолдана алмайсыз да. Өйткені ол сізге бастапқы этапта керек емес. Клиентіңіз неғұрлым көбейген сайын CRM сізге керек. CRM-де барлығы сізде жігі-жігімен полка-полкада жеке-жеке тұрады, сөре-сөресінде. CRM болғаннан кейін оны қарайтын отдел продаж, сату бөлімі болған дұрыс. Бір менеджер қарау керек та оны. Бір менеджер отырып қарау керек. Ол жерде мысалға қарапайым айтайық. Мысалы, мен сізге хабарлассам, мысалы Алматы деп, мен Алматы туралы ақпараттарымды жазып қоя аламын. Алматыға бір айдан кейін хабарлассам да, мен ол жерден карточкасын Алматының осы уақытқа дейін қандай мен ақпарат алдым, соның барлығын жазып қоя аламын. Аты жөні, жұмыс орны, қаласы, немен айналысады, курсқа қатыса ма, қатыспай ма, қашан қатысады деген сияқты. Алматы маған айтсам, мысалы бір айдан кейін маған хабарласшы, бір айдан кейін қатысам десе, мен жерден напоминание қойып қоя аламын. Ескерту қойып қоямын, бір ай уақыт өткен кезде маған ескерту келеді, мен сол ескертудің негізінде Алматыға звондай аламын. Алматы, сіз өткенде маған айтып едіңіз, курсқа қатысам, бір айдан кейін хабарлас деп, сол бойынша сізге хабарласып тұрмын. Яғни бұл не деген сөз? Сіздің клиенттеріңізбен байланысыңызды үзбеу үшін тамаша система. Барлық ақпараттарыңыз бір жерде тұрады, барлығы жинаулы тұрады. Барлық ақпараттарды менеджер қарай алады, администратор қарай алады, сол компанияның басшылығы қарай алады, директорлар барлығы сол жерден қарай алады. CRM система жайлы егер сабақтар керек болатын болса, менде соған сабақ өткізіп бере алатын таныстар бар, отдел продажбен айналысатын. Ол енді бөлек тақырып, оны маған жекеге шықсаңыздар, мен сіздерге түсіндіріп беруге дайын. Кім, қалай, қаншаға айналысатын барлығын түсіндіріп бере аламын. Так, болды достар, рахмет. Сіздердің де жұмыстарыңыз бар, уақыттарыңызды алмаймыз. Көп рахмет. Осымен эфирді аяқтаймыз. Жақсы достар, келесі эфирлерде жүздескенше.